бұл талқылайтын нәрсе емес секілді көрінеді, және солай да. Иттің достығы адал болғанымен оның еті, терісі, жүні, тезегі, тіпті тиіп кеткен жерінің барлығы харам. Логикаға салсақ та, медицинаға салсақ та, оның мәні көзге көрініп-ақ тұр. Бірақ қарапайым көзге қарасаңыз да білінеді. Иттің нәжіс пен өзге де жаман нәрселерге ауыз салуы жиі кездеседі. Өлексе жейді, қалдық сүйектерді кеміреді. Ал дінімізде далада қалған сүйек жынның асы деп жатады. Міне сол жын үймелеген сүйекке ауыз салған иттің аузы жанасып кетсе, тіпті сілекейі тиіп кеткен жерді 7 рет сумен, 1 рет күлмен не топырақпен жуып жатады. Бізге жеткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жанды нәрсенің суреті, ит және жүніп адамы бар болған үйге, яғни бөлмеге рахмет періштелері кірмейді деген хадис шарифте иттің тиген жері харам болатынын білдіріп тұр емес пе? Медицина мамандарының мәлімдеуінше, иттің аузына мыңдаған микробтар болады, және ол адам денсаулығы үшін өте қауіпті екен. Ит құтырма ауруына да осы аузы арқылы шалдығады дейді. Сонымен қатар иттің сілекейі сол микробтардың ошағы болып табылады екен. Ендеше қазақ итті неге адамның досы санайды? Қолға үйреніп өзін қорғаған үшін бе, жоқ одан әрі мәні бар ма? Енді мұның негізі қазақтың болмыс бітімі қалыптасқан діннен, оның ішінде пайғамбарлар өмірі хиссалардан іздеп көрсек. Әл-Хисса Алла тағалаға адамды жаратқан соң Мекке мен Мәдинаның ортасында енді бірде жұмақта Алла қаһарына жатқызып қойды дейді. Осы кезде оның балшық денесіне таяу келген ібліс жек көрген бойда адам атаның денесіне түкіріп жібереді. Ол түкірігі адамның ішіне түседі. Осы кезде Алла тағала Жәбірейіл періштеге әмір беріп, адам атаның ішіне түскен іблістің түкірігін сол жерінің балшығымен қоса ойып алып таста дейді. Бұйрық берілісімен Жәбірейіл періште адам атаның ішіндегі түкірікті сол жердегі бір шөкім батпағымен қосып алып тастайды. Сол алынған жердің кіндіктің орны қалыптымыз. Ал қазақта жаман ойлыны іші тар адам деп жатады. Себебі ібліс түкірігі алынып тастағанымен оның зардабы ішіне тарады деп топшылайды. Сөйтіп адамның денесінен алынып қалған бір шөкім балшықтан адамды күзетіп тұратын мақұлық жасапты. Ол жаратылысты сынау үшін адам денесіне тағы да ібліс тарапынан қауіп төніп жатса, белгі беру үшін тапсырылады. Алла бәрін көруші деген де уәж бар. Бір күні ібліс тағы адам денесінің қасына келеді. Сол кезде әлгі жаратылыс жақындатпай ара түседі. Сол кезде ібліс қатты қаһарланып, барлық суықтықты жіберіпті. Денесі адам денесі секілді жаратылған жаратылыс суықтықтың қатты тоңып, ақыры үсіп өліпті. Алла осы жағдайдан кейін әлгі жаратылысқа риза болып, қайта тіріліп, денесіне түк шығарып, суықта төзімді келетін қасиет беріпті. Бұл мақұлық адамның досы саналатын ит дейді Хиссада. Иттің арам болатыны оның денесіне іблістің түкірігі араласқан, адал болатыны адамға жақын болатыны ол адамның денесінің алынған балшықтан жаралды. Достығының берік болуы да Алланың тапсырмасы дейді хиссаларда. Анығын Алла біледі. Осы хиссаға қарсы келетін екінші бір хисса бар. Адам атаның жерге түсірілгенде ібліс барлық жаратылыстарға сақтаныңдар, жерге адам деген жаратылыс түскелі жатыр. Ол көбейген соң сендерді құртады, өлтіреді, жазықсыз қорғалады. Сондықтан оған қарсы шығып, тұқымы көбеймей тұрып өлтіріп тастаңдар деп үгіт жүргізеді. Адам ата мен Хауаны жерге түскен бойда барлық жан-жануарлар оларды өлтірмекке бекініп, бұларға қарай жүгіреді. Сол кезде Жәбірейіл арқылы адамға Алладан хабар келіп, ең бірінші келген мақұлықтың басын сипау тапсырылады. Сол кезде ең бірінші ит келеді, және адамның оның басын сипайды. Соларға екен ит адамға жәрдемші болып, мінеки иттің басын сипатқысы келіп тұру себебі осыдан қалған дейді әңгімелерде. Бұл хисса алдыңғы хиссаға қарсы келетін жері мынау. Неге адам ата жерге түскен кезде Алла тағала: әй адам, сені қорғау үшін жұмақта итті жаратқанмын, өзге аңдардан сені қорғау үшін итті серік еттім демеген. Сондықтан мұның ақиқаты Аллаға ғана аян, барлығын бір жаратушы ғана біледі дейміз.